жылдар аралығында билік құрған. Қасым ханның қасқа жол аталған дәстүрлі қазақ қоғамындағы әлем заңдарының жиынтығын қолданысқа енгізген. Қазақ хандығының күшеюі және нығаюы Қасым ханмен тікелей байланысты. Ол ширек ғасырға жуық күресіп, оңтүстікте сығанақпен сауранды. Белсенді саясат жүргізіп, батыстан ноғайлардың бір бөлігін қазақтарға қосты. Қасым хан тұсында қазақ әскерінің саны 200 мың, халқының саны. Жауабыңды айтқанша отырамыз. Қанша? 69 деймін. Дұрыс па балалар? Алады, сен жарайсыңдар. Нұрали келе ғой балам, келесі. Тез болды. Жылдам жүгіреміз, қайталап. Мынаны бас, дұрыс болмай бас. Қара енді, қандай жан. Көбейтінді, иә? Келесі көбейтінді Нұралиге. Ал, қоныш. Нұрали қандай? Қанша? Қаттай. 88 дейді. Дұрыс па балалар? Келе ғой, армын келсең келесі. Ананы басасың. Қаттырақ бас. Ал, армынды қараймыз. Армынға қандай тапсырма келіп түсіп жатыр екен? Қандай армын? Қанша? Балаларға қарап ет. Дұрыс па балалар? Керемет, бара ғой. Баған көрмеді армын. Баған көрмеді. Қандайсың? Дұрыс па жүзі. 298-ге 333-ке көбейтті. Екінші көбейтті орындалды. Я, екінші көбейтті. Бізде амалдардың орындалу ретінде бірінші нелер орындалушы еді? Көбейт, сосын амалдардың орындалу реті. Көбейтті, сосын бөлім, сосын азайт. Егер жақша болса. Жақша, содан кейін көбейтті бөлім ретінде кете береміз. Дұрыс па Кәусардікі? Тоқтай тұр қазір сен, атамай тұрады. Аса деген не бақа? Енді 88 тазайдың. 2, 1, 9. Дұрыс. Айт, имаштықты де дұрыс, е? Жарайсың. Келесі. Енді қазір бізде екінші тапсырма кетіп жатыр. Екінші тапсырмаға мен 4 баланы шығардым. 4 балаға жеке баға қоямын. 4 бала, бірінші Иманғали. Жұмыс жасасаң, жұмыс жасамаса келесі тапсырмада бағасы төмендейді. Қосымша ескереміз. Кәусар, Дарын, келесі кім? Айдар. Күне, жеке тапсырма. Келесі тапсырмаларда балдарымыз түсіп кетпесін. Мұқият болу орындарда тапсырма. Барлығыңыз біттіңіздер ма? Шыншыл болғандар бір рет аттасақ болады. Кім? Тақтадан көшірді, аттамайды. Түсінікті ғой, иә? Келесі ағардай кеттік. Бізде Кәусарға атқа беріп жіберейін. Мына жақтан Ерасылға беріп жіберейін. Кәусар жүргізуші боласың дегенмен, иә? Так, енді бері қараймыз. Қазір бәріміз кім көліктің рөлін алды, соның артына тізіліп тұра қаламыз. Жылдам болыңдар. Тездетеміз. Тұра қалдық па? Ал мен мұстаны қосқан кезде тыңдаймыз. Бірінші, Кәусар, сіздің ауылыңызға баратыныңыз дайын ба? Сіз Керейханның ауылына барасыз. Сіздер? Сіздер Қасым ханның ауылына барасыздар. Сол жердегі сыйлықтарды алып қайтасыздар, иә? Дорбаларда сыйлықтар тұр. Жылдамдатамыз. Кеттік. Ойбайны. Бір-бірінен ғана, екеуден алмаймыз. Жүргізуші, жылдам жүрсеңізші. Қайтып айналып кел, орныңызға қайтып тұрыңыздар. Иә, айналып барасыз. Жылдам. Тез, жылдамдап тұра қалыңыз. Так, алған сыйлығымыз қолымызда ма? Алған жеріне қойып қоямыз, кеспейміз. Қазір ғана біз кімдердің ауылына барып келдік? Ол
кетеміз. Екінші тапсырмалар дұрыс орындалмапты. Үшінші топтың. Үшінші топ, иә? Бірінші тапсырмаларымыз дұрыс орындалған. Бірінші. Барлығы неше дегеніміз. Екіншісі дұрыс орындалмаған. Кәусарларда бірінші жерде 60 жылқы 20 құлын, екінші жерде 50 жылқы 10 құлын дейді. Жалпы болады 142 жерде қосқанда. Барлығы 140 жылқы. Екіншісі, қаншасы артық, қанша кем дегенде. Бірінші жерде 60 жылқы 20 құлын, екінші жерде 50 жылқы 10 құлын дейді. Бірінші жерде 80, екінші жерде 60, екінші жерге қарағанда бірінші жерде 20 жылқы артық депті. Молодец. Төртінші топ, керемет, жарайсыз. Келесі. Бірінші топ. Сіздер, бірінші топ дейді. Дұрыс есептемегенсіздер. Тапсырма алдыма тақап қойдым соны. Енді мұқият тыңдап аламыз. Қазір тапсырма тексерген кезде кімде барлығы дұрыс болады? Мұқият қарап аламыз. Кімде барлығы дұрыс болады? Сол бала 3 рет секіреді. 3 рет? Кімде 1 қате, 2 қате бар, ол бала 2 рет секіреді. Кімде 3 қатеден ары қарай көп болады, ол бала 1 рет секіреді. Түсінікті ма? Иә. Артық секірмейміз. Әркім өзінің қанша рет секіретінін біліп алсын. Енді келесі, мен дұрыс жауапты шығарамын. Өздерің тексер, тездетіп. Жылдам бұл. Дұрыс болса птичка қойып шық. Өтірік тексермейміз. Енді қазір бізде екінші тапсырма кетіп жатыр. Екінші тапсырмаға мен 4 баланы шығардым. 4 балаға жеке баға қоямын. 4 бала. Бірінші Иманғали. Жұмыс жасасаң, жұмыс жасамаса келесі тапсырмада бағасы төмендейді. Қосымша ескереміз. Кәусар. Дарын. Келесі кім? Айдар. Міне, жеке